Менде сондай ұстамам бар. Мен Қыраңа орысшаға аударам. мынандай кітап, қалыңдығы мына айтайын, 3,5-4 сантиметр. Соған почти толайын деп қалды, өлеңін жасам менде. Оны көру керек. Ауруым бар сонда. Құдай сақтасын, ұстамам бар. Менде жаңа сен өзің айтқандай, ана жазба ақын керемет пе, или төкпе айтыс ақын керемет. Сонда мен жазба ақын дегенге, менде жазба ғой менікі де, соның жазба ақынды жақсы дегендерін мен қуанып қалдым кішкене. Мен қағазға бірдеме кейде қиялданып, кейде балынан өтсеп, кейде бір жаңа өтіп кеткен кезде даже жұмысқа кетіп бара жатып бір шумақ шығып кетеді. Тағы барғанда шығып кетеді. Отыруға бірдемеге ойға кіріп кеткен. Ой, мен оған бүйтетін деп сақ етіп бір шумақ, екі шумақты сақылап жібердім, мен ұмытып қалам. Үйге келем де есіме түсірем. Егер де қолымда қағаз қарындаш бола қалса, или ана бір ағаш тақтай жатса, тақтайға жазып қоямын. Тақтайға жазып қоямын да, оның ол тақтай жатады, кейде тауып аламын да неге блокнотыма көшіріп аламын да, ары қарай үйге келгенде сол туралы әңгімені ойланып отырамын да, ары қарай жалғасып кете береді. Даладағы бір куплетім 10 куплет болып шыға келеді. Талғаттың қызын шығарып салғанда өлең оқыды. Оқып атыр, хватит, қысқарт дедім бір кезде. Қысқарт. Елдің бәрі тыңдап атыр. Ой жақсы. Оқып атыр. Көп оқысы келмейді. Көп өлең ондай тойда айтады екен. Сондай да бір қызы. Дай көрді енді. Міне ағаларымды, әкпелерімді шақырып, міне жақта жезден келіп, жезде деген сөз жаман көреді болатам, ағамыз. Ағамыз келіп отыр. Ең бірінші міне бүгін ұлыстың ұлы күні 17 желтоқсан. Баяғыда сен площадьқа барып бердің, барған жоқсың ба? Мен соның маңында жүрдім, ішімде Айнура бар. Маңында жүрсем тура ортасында жаңа менттер деп қойды ғой. Менттермен жұлқыласып сол майданда мен де болғам. Құдайға шүкір. Бірдеме бір сақтайтынын сақтап, не ананың қолына да түспедім, не мынаның қолына да түспедім. Ешкім саперный лопатамен де уралмай қалды. Секіріп жүр. Қоңыр пальтомен. Қоңыр пальто, каракуль папам Балқаштан әкелген каракуль терісінен жасаған тұмағым бар. Сізді жолықтыру керек қой? Соқыста, сол желтоқсанның 17-20-сынан кейін уже пальтесіз костюммен жүрген кездерім болды. Біреудің пальтесін алып киіп жүрген, потому что суретке түсіріп алыпты ғой. Соны естіп қойдым да қорқып, талай тығылып жүрген. Әдер қош. Енді туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Алдыға қойған осы мақсат тілегіңе жет, әжібай атаның аруағы рухы қолдап, табыстан табысқа жетіп, енді шаршамай шалдықпай, осы ісіңнен бір жемісін көрсетіп, міне біздің тұқым, міне біздің бабаларымыздың қыздары, менің қарындасым, менің сіңлім деген сияқты бір мақтаныш бізде болсын кейін. Осының жемісін көр, бізде мақтанышқа бөленіп жүрейік. Жемісті болсын, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, бала шағаның қызығын көр. Ал бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін. Сол табысыңа жет, мақсатыңа жет, бақытты бол.